Бүгін Нұрсұлтандағы халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысы жанданды. Осылайша елордадағы мамандандырылған көші-қон және жалпы халыққа қызмет көрсету орталықтарының барлығын қосқанда 8 нысан ашылды. Қазір біз солардың бірі Мәңгілік ел көшесінде орналасқан халыққа қызмет көрсету орталығында тұрмыз. Мұнда таңертеңнен бері келушілердің қарасы қалың, алайда күзетшілер арнайы кезекке тұрған, яғни электронды кезегі бар тұрғындарды ғана ішке кіргізіп жатыр. Алайда коронавирустың таралуын алдын алу мақсатында халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс тәртібі өзгертілген. Енді орталықтар электронды форматта қолжетімсіз құжаттарды ғана алу үшін келгендерге қызмет көрсетеді. Яғни тек қағаз жүзінде рәсімделетін құжаттар беріледі. Оның өзінде келушілер алдын ала электронды кезек алуы тиіс. Бұрынды 14 нөміріне болмаса егов кезет сайтына, егов мобайл қосымшаларынан бұрындауға болады. Өте көбірек келіп жатыр. Халықтың келуіне халыққа түсіндіріп жатырмыз. Түсінеміз, 2 айдан бері қызмет алмады, сондықтан барынша түсіндіріп, және де халыққа қызмет орталығына кіру үшін маска тағып, бұрындап, қолдарын міндетті түрде дозатор дезинфекциямен шаюларын ұсынып жатырмыз. Орталық алдына арнайы бөгет қойылған, карантин тәртібінің сақталуын қадағалап тұрған бірнеше күзетші бар. Тұрғындарға волонтерлер көмектеседі, өйткені келушілердің көбі электронды кезек алу керектігінен хабарсыз. Оның үстіне маскасыз келетіндер де жоқ емес, мұндай азаматтар ішке жіберілмейді. Ол маскасыз келетін адамдар бар, біз арнайы маска береміз, и перчатка береміз кірген кезде. Ереже сәйкес болу керек ол. Бірмен 3 адаммен кіргіземіз. 3 адамнан кіріп, 3 адам ішіп тұрады бізде. Бүгінде халыққа қызмет көрсету орталықтары қағаз жүзінде берілетін 97 қызмет түрі бойынша жұмыс істейді. Қалған 435 қызмет түрі электронды форматқа ауыстырылған. Орталықтар күн сайын таңертеңгі 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейді. Жексенбі демалыс. Әсел Тұмашқызы, Азаттық рухы.